Құрметті оқушылар мен ұстаздар, біз Болатова Балнұр және Жұмағалиева Зарина 7-ші сынып оқушыларымыз. Біздің таңдаған бағытымыз туған өлке табиғаты. Жұмысымыздың мақсаты еліміздің жерлеріне виртуалды саяхат арқылы сіздерге көрсету. Барлығымыз білетіндей, Қазақстанымыздың табиғаты алуан түрлі. Елдің батысында кең жазық дала, шығысында биік таулар бар. Біздің саяхатымыздың жоспары: ең әуелі Қайыңды көлі, Көлсай көлі, Тамғалы петроглифтері, Шарын шатқалы, Алтай Қатон-Қарағай ұлттық паркі, Ақтау Каспий теңізінің маңы. Ал енді саяхатымызды бастайық. Бүгін біз сіздерді Алматы облысындағы ең әдемі әрі ерекше табиғи нысандарының бірі Қайыңды көліне онлайн саяхатқа шақырамыз. Қайыңды көлі 1911 жылы жер сілкінісі кезінде тау қопарылып, сайдың ішінде табиғи бөгет пайда болғаннан кейін қалыптасқан. Бұл көлдің басты ерекшелігі су астында қураған қайың ағаштарынан әлі күнге дейін тік қалпы сақталуы. Су өте мөлдір және өте суық. Көлдің тереңдігі шамамен 30 метрге дейін жетеді. Таудың ортасында жатқандықтан ауа райы әрдайым салқын. Қайыңды табиғи қорық аумағына кіреді. Сондықтан табиғатты ластамау, ағаштарды сындырмау, қоқыс қалдырмау өте маңызды. Келесі аялдамамыз Көлсай көлдері. Көлсай көлдері Тянь-Шань тауларының баурайында орналасқан 3 тау көлі. Олар табиғи опырылу нәтижесінде пайда болып, бүгінде мөлдір суы мен қалың шырша ормандарымен танымал. Әр көлдің түсі ерекше. Бірінде көгілдір рең басым болса, екіншісі қою жасыл түске боялады. Теңіз деңгейінен биік орналасқандықтан, мұнда ауа әрдайым салқын. Ал көл суы жыл бойы мұздай күйінде қалады. Бірінші көлдің тереңдігі шамамен 80 метр. Көлсай табиғаттың тыныштығын сезінуге, тау көрінісін тамашалауға таптырмас орын. Оның көркем сұлулығы жыл сайын көптеген саяхатшыны өзіне тартады. Келесі нүктеміз Тамғалы петроглифтері. Алматы облысында орналасқан бұл шатқал ежелгі адамдардың жартастарға қашалған суреттерімен танымал. Тамғалы петроглифтерін алғаш рет 1957 жылы Орталық Азия археологиялық экспедициясы анықтады. Сол экспедицияны басқарған Анна Максимова. Ал алғашқы нақты табылған петроглифтерді тізіп тіркеген адам экспедиция құрамындағы фотосуретші Попов деген дерек бар. Мұнда 5000-нан астам петроглиф бар. Олардың ішінде ең әйгілісі күн басты адам. Бұл суретте адамның денесі бейнеленген. Басы айналасында сәуле тәрізді шеңбермен көрсетілген. Ғалымдар бұл күнге табынуды немесе ежелгі халықтың рухани наным салттарын бейнелейді. Сонымен қатар аңдар, малшылар, көшпелі халық өмірі мен ритуалдық сахналарда бейнеленген. Ары қарай Шарын шатқалы. Шатқал Алматы қаласынан 195 километрдей шығысқа қарай орналасқан. Шатқал Шарын өзені бойымен солтүстік шығыстан оңтүстік батысқа қарай 154 километр созылып жатыр. Шарын шатқалының ерекшеліктері көп. 12 миллион жылдық тарихы бар. Қамалдар алқабы бар. Қызыл-сары реңді жартастар күннің түсуіне қарай түрлі түске құбылып ерекше көрініс береді. 150-300 метр тереңдігімен Қазақстандағы ең ірі шатқалдардың бірі. Өзіндік экожүйесі бар, асаулаған табиғи дыбыс пен тыныштық бар. Біз әрі қарай Қатон-Қарағай ұлттық паркіне барамыз.
Қатон-Қарағай Қазақстандағы ең үлкен ұлттық парктердің бірі. Оның аумағы алтын түстес күздерімен, ну ормандарымен, мұзар тауларымен және мөлдір өзен көлдерімен әйгілі Алтай өңірін қамтиды. Алтай Қатон-Қарағай ұлттық паркі 2001 жылы құрылған. Саяхатымызды осы Ақтау Каспий теңізінің маңымен аяқтаймыз. Ақтау Каспий теңізінің жағасында орналасқан табиғаты ерекше әрі өзі айрықша реңкке ие аймақ. Каспийдің көңілдір жағалауы, аппақ ақтасты жартастар мен күн астында құбылатын теңіз түсі бұл өңірге өзгеше әсемдік береді. Каспий теңізінің суы тұзды әрі өте таза, жазда жылына бастайды. Ақтау маңындағы жартастар ақтас пен бордан түзілген, сондықтан жағалау ақшыл түске боялып тұрады. Жел жиі соғыптықтан ауа әрдайым таза әрі сергіткіш. Теңіз жағалауында демалуға арналған арнайы аймақтар көп. Жаяу серуендеуге, суға түсуге және жағалауды тамашалауға өте қолайлы.